Қандай қателіктерің туралы айтып жүрсің? Қандай қателіктер болғанда енді өмірде әркім әртүрлі қателеседі. Мен жаңа мысалы бірінші шарымды алдым. Алғанда әскерге кетіп бара жатқанда аяғы ауыр болып қалды. Әскерге кетіп қалғаннан кейін білдім да мен. Армия жүргенде білдім, әскер жүргенде. Содан кейін ол мектеп оқушысы болатын. 10-шы сыныпта оқып жүрген қыз. 10 или 11 болу керек. Сені жүкті еттің. Солай болып қалды ғой. Содан кейін армияға кеттің, әскерге. Әскерге кетіп қалдым, иә, Зайсанда. Кеткен кезінде жүкті еткенің жөнінде білдің бе? Әскерде жүргенде білдім. Әскерде жүргеніңде білдің. Одан кейін? Одан кейін келгеннен кейін 2012-де келдім, мен 2013-те қосылдық. Үйлендің. Үйлендік, иә. Заңды түрде. Той жасап үйленген жоқ болса, ЗАГС бойынша үйлендік, иә. Сонымен тұрып көрдік. Енді содан кейін шыны керек бір қиын жағдайлар болды. Қалай айтқым, жаңа айтқандай, отбасыда бізде кішкене бір тіреу болған жоқ та, ақыл айтатын адам болған жоқ па. Әйеліңнің есімі кім еді? Нұрдана. Нұрданаға үйлендің. Балалы болдыңдар. Иә, қызымыз бар. Қызыңыз ба? Бір ғана қызың бар ма? 2 қызым бар қазір. Нұрданадан 2 қыз дүниеге келді. Одан кейін? Одан кейін сол ажырасып кеттік. Ажырасып кеттіңдер. Ажырасуыңа не себеп болды? Ажырасудан соң отбасылықта жаңа жетпеген жағдайлар болды. Сен кінәлісің ба өзің? Оған? Мен кінәлімін деп мен өзіме сыра салмайын. Екі жақтан да болған шығар кінәлі. Екі жақтан да болған шығар. Жарайды, ажырастыңдар одан кейін? Одан кейін өзім қатты ғашық болып бір қызды алдым. Ғашық болдым. Иә, шынымен де ол қызға енді қанша уақыт аралығы өткенде? Содан кейін ғой, көп болған жоқ, бір уақыт арасы бір 2-3 ай болар ма екен, 2-3 айдан кейін шығар. Махаббатқа тауық махаббат. 2-3 айдан кейін ғашық болып жатырсың. Иә, содан кейін ол мен екеуміз қосылдық. Оның да сезімі қайтарымды болды. Иә, Нұрай деген қыз, сонымен қосылып екеуміз бірге тұрдық. Одан бір қызым, бір ұлым бар қазір. Бір ұлың бар, бір қызың бар. Омен де 2 жылдың үстінде тұрдық. 2 жыл тұрдыңыздар. 2 жылдың үстінде тұрдық. Енді ажырастың сен Нұраймен де. Иә. Одан кейін? Одан кейін қазір өмір сүріп жатырмыз. Одан кейін қыздар болған жоқ? Жоқ, енді жүргендер болды. Әйелдер болған жоқ па? Жүргендер болды ғой, енді адам болғасын, жігіт болғасын, барасын. Олар көтерді ма, екіқабат болғандар болды ма одан кейін де? Одан кейін де бала шағаңыз бар ма?